телеканалында хаберлер, студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Сохраним лес адлы Бутун Руси акциясы Бақчасарай районын Голюмбей койында кечералды. Қырым чам тереклерінің 10 бин яш фиданы 2 гектар ерде сачтылар. Табиатны қорчаламақ ве ғайырдан тіклемек. Эм регионын яшайшында емді федераль севеде бұрынжы ерде тұрған вазифедір. Тек бұл ел девамында бұтын мемлекетте 40 миллион терек сачмаға планлаштыралар. Мевзонын девамы базамлев хамазда. Берем в руки меч Колесова. Напарник достает 1 саженец сосны крымской. Эстрада ері яңғырыванен тазия вада конушев М.Кейв көтері әмді ішіні мұфафақиетлі еті. Әр вақыт ешіл тұрған тереклеріні Бақчасарайда Голюмбей койының четінде сачалар. Бұл ішінен орманчылар оғрашалар. Мутихасыслар эпосы инжеліклеріні назарға алалар. В нашем случае главное сделать правильную щель для посадки саженца, разместить его в этой щели таким образом, чтобы корешок не загнулся, и потом прижать его максимально, выдавив из щели воздух. Все, и тогда успех. Иш насыл япылғаныны аңлаған сон озынды оңайысе коша білесін. 10 бин фидан ве 2 гектар топрақ бұл территория сохраним леса акциясының жедвеліне кіре. Программаның мақсады табиат байлықларыны арттырмақ, оларны қорчаламақ ве біліп тұтмақтыр. Ну, такое дело благое, как же не присоединиться? Во-первых, положительный опыт по посадкам. У нас несколько другие лесорастительные условия. У нас несколько по-другому готовят, делают подготовку почвы. Сохраним лес адлы Бутун Руси акциясы илк сефер кечкен сене тәшкілетілді. Бұл экология атлы милли лиханын муйым қысымларындан бірі. О мемлекетімізде 2024 сенеге чамилге кечірілі. О вақтығачы зарар көрген ве ғайрыдан тікленілген орман мейданлығы арасында баланс дережесіні этмеген ниет бар. Вообще возрождение лесов – это одна из таких главных задач на сегодняшний день нашего государства. В Республике Крым это акция, наверное, будем говорить, высадка осуществлялась компенсационно практически каждый год. В этом году, в общем, по республике будет высажено более 250 гектар, соответственно, лесонасаждений. Деньги на это выделены федеральным правительством в рамках национального проекта сохранения лесов. Бұл сененің эвелкен нәтижелеріне көз ташласақ, Ярамадада 10 гектар орман сачылды. Сачу фришлерінің эсас қысымы көсмевсіміне раст келе. В целом работу оцениваю на отлично, потому что все-таки у нас лесокультурный сезон продолжается. В силу природно-климатических условий Крыма он будет продолжаться как ноябрь, так и декабрь. На сегодняшний день агроуходы проведены на площади порядка 3000 гектар. Это 85% от всего запланированного объема мероприятий. Декабрьнен соңуначы Бутун мемлекетте 40 миллион терек отыртмаға ниет етелер. Гузель Мамбетова, Диана Бекмамбетова, Асан Зивадинов, Миллет Ичун, Бақчасарай районы. Шымали Қырым Ярмаданын ең тез инкишаф еткен районларындан бірідір. Onlar 1 миллион рублей Жанкой районда уч койының инкишафына масраф етілді. Енді мұнда Қырым яшлары да келе çalışқан müesseselerde ise kadrlar meselesi yok, ama bu tek uzun yolun başıdır. Onun maqsadı Қырым құсусиетlerini nazarlarga alıp zimanivi койны tizmektir. Бұл көчік Тархан койу мұнда бен сакин яшайда пырқач елі велсі ерлі сакинлерінің тұрмышы чөл манзарасына лейік еді. Әгленмек үшін тек әскірген мединет әві бар еді. О да тамиратта мұқтач еді. Население у нас начинает потихоньку расти, прибывают вновь жители, новые. Поэтому капитальный ремонт здесь просто необходим уже. Мединет эві тамир етілежек әмді ерлі бюджет параларына. Күчік Тархан көйінден жән көйгече машинада ярым сатта етті бармақ мүмкін. Амма әнді шерге бармаға аджет әрі азлаша. Көйді даратламақ мүмкін. Мы лично выходим, вот качели вон взрослые, вот 2 есть. Мы садимся и катаемся, вечером отдыхаем. Тебиетте де вазиет стабилеші. Комшу авуз 40 көйінде әджелі ярдым станциясының бинасы пейда олды. Оңа 15 миллион рублей масраф етілді. Әнді сақлық түзетілмесі үшін кереклі әршей бар. Вот шкафчики для их одежды, в которую они переодеваются, когда приходят на работу. Кровати, на которых они отдыхают. Телевизор, даже есть кондиционер для контроля климата. Все есть. Тек кадрлар етішмемезлігі қала район мерkezінден тібейчілер ярдым етелер. Мұнда 10 ері айырылған. Олардан 8 фельдшер çalışа. Рассчитано
на одну бригаду, обслуживает эта бригада примерно 10 тысяч населения. Авыз қырық койындaki бала бақшасында әр вақыт бош ерлер бар. Көйде балаларының сайысы бақша сығдырғанындан аз. Мұндаки пенжерелер тамиратында 2 миллиондан зияде рубле масраф етілді. Бұл Қырымда ең яқшы қыздырылған бақшаларындан бірідір. Бұл көйдеки яшайышны дәңіштірген объектлерінің тек бір қысмыдыр. Мұнда әм yollar құрыла, әм де пияделер кечітлері, әм де ойын мейданлары. Келечекте яңа мектеп құрмаға ниет бар. Что происходит сегодня в сельском Крыму, это такое фронтальное изменение его общественной среды обитания. Если лет 5 назад это еще были такие примеры больше для подражания, примеры как исключения, так сказать, некие маяки, к которым должны были все стремиться, то сегодня это уже полная фронтальная работа. Умумин районын ихтияжларына тешит мен балалардан 300 миллиондан зияде рубле масраф етілді. Мебусларның ең бұйық стратегик вазифесі койның эвелкі етибарының қайтармақтыр. Гүзел Мамбетова, Тарас Брезицкий, Рамазан Аливапов, Миллет үшін, Жанкой районы. Бүгін Қырым мұсылманларының муфтесі Эмирали Аблаев Ахмеджет мемориятының векелерінден көрішті. Субъект Қырым мұсылманларының дини идаресіне кечті. Жәмелеріні ведегер культ объектлеріні насыл етіп қаныштылырмақ мүмкін олмасы музакере етілді. Бұндан ғары Ахмеджеттекі мезарлық үшін ер айрылығы ақында сөз үрсетілді. Субъекте іштирак еткен екі тараф да қайт етті ке. Көрішів пек кереклі ве семерлі олды. Сейчас порядка 5 объектов также проходит такую процедуру в Симферополе. Это и вопросы организации захоронений на кладбище Абдал. Ну, в общем, порядка, достаточно большое количество вопросов, которые сегодня, к счастью, скажем так, вот при таком личном контакте решаются гораздо быстрее. И глава инициировала такую встречу, Елена Степановна. К счастью, уважаемый муфти Эфенди также выразил, в общем-то, уверенность в том, что мы и в дальнейшем будем также работать совместно и решать вопросы как мусульман, так и в целом всего общества и жителей Симферополя. Коронавирус пандемиясы деверінде шақси қорчалғану васталарының фиятлары бірден палышқаны бұтын мемлекетте кескін тұрған меселе. Бөлек қалабалық вақытта чоқыслар пара қазанмаға істейлер. Девлет қызметлері фиятлар көтерілуіне қаршы насыл күреш алып баралар. Қырым сәкенлері бөле вақытта насыл чаре тапалар. Жевапларына сылтане баққал бөле. Қырымның Абханеве түканларында шымден чоқ сатын алынған шей бұл шақси қорчалау васталарыдыр. Бір масканың фияты 10-18, кемередесі 25 рубле. Қырым пайтақтында олған фиятлар шашырта. Ерлі сәкенлер айталар ки, түканларда уджушча маскаларны да тапмақ мүмкін олса, Абханелерде бұның чаресі жоқ. Я купил маски за 50 рублей. Одна маска по 10 получается. Это дешево, потому что почти везде маски стоят по 25 рублей. Спиртли салфеткалар, антисептик ве маскаларның үч чешіті. Бұнсы севден аяқ басмайым, дей Игорь Иосипов. Яқында о өмір арқадашының коронавирус хасталығына оғрадылар. Енді сақлықларына да зейде мұхайт олалар. Ама шақси қорчаланув васталарының фиятлары хувандырмай. На антисептики, на маски, наверное, завышено, конечно. 20 рублей маска, как бы вот такая маска, вот 20 рублей, она как бы это ни о чем. Бұнен бірге Крымфармация адлы девлет Абханелері ақында были ажиотажға азырлар, маска фиятларыны көтермейлер. Мы можем обеспечить всеми препаратами, и в том числе и масками, и дезинфицирующими средствами. В данный момент у нас маски даже подешевели по сравнению с весенним периодом. В частности, противовирусные препараты остались в одной цене по сравнению с весенним периодом. Маскалар, холчақлар ве градусниклер тіби мақсул сайла. Ама оларның фиятларыны девлет идаре етмей. Деп хаберетті Қырым Жүмхоретінде фиятлар ве тарифлер девлет комитетінің рейсмі авины Александр Пономарев. Идаре бірінші невбетте кереклі олған иләжіларының фиятлары бойынша мониторинг кечере. Оларны Русия Федерациясының акимиеті ел таздықлай. В этом году проведено комитетом около 70 проверок выездных непосредственно в аптечных сетях, как крупных, так и малых. По результатам проверки выявлено 23 нарушения. На данный момент составлено 8 административных
материалов и вынесено, то есть, административное наказание. Русия Федерациясы акимиетінің рейсы Михаил Мишустин қарар имзалады. Она көре иләджілар мониторинг етілу системасы сәделештірілді. Бұл иләджілар вешу жүмледен шақси қорчаланув басталарына фиятлар артмасына yol бермемеге ярдым етер. София Шукурова, Султания Бакал, Дмитрий Низовой, Арсен Фукала, Миллет үшін. Бүгін Қырым-татар язысы күніні ғайт етелер. Газпринский адына Милли китапханемізде Али Бекировның сергісі açıldı. Муэссеседе байрамны енді 10 елдан берлік ғайт етелер. Араб, латин ве әлбетте Зиманеви Кирилл язылары еле язылған есерлер тамамында сақланыла. Қырым-татар язысы насыл денешкен нақтан Әжей Исаева тарифете. Язы бұл милетні инкишаф севесіне ақсеткені сас менбалардан бірідір. Бұл күзгі кібі бір шейдір. Оның ярдымынен біз тарихи малюматларны, вақаларны ве дүния меденеті ақта малюмат аламыз. Сонки 100 ел девамында Қырым-татар уруфат системасы 3 кере денішті. Араб, латин уруфаты ве Кирилл язысы қоланылды. Ислам дini қабыл етірген сон араб меденеті инкишаф еті башлады. Бұнен берабер араб язысы да. Милли дini әдебиятының ве публицистиканың әмбелі нөменелері бөле тарзда yazıldı. Шур Терджиман газетасы да бірінші санындан башлап соңғысынеже арабча басылды. Evvelden Қырым-татар сөздерін yazmak için ақиқи араб әліпбесі қолданылады. Sonra ise Türkiye seslerinin spesifikasını көрсетmek için koşma işaretler yazılı başladı. Yani hareketler yerine sözlük seslerini ifadelegen arifler. Кечкен асырны 20 сенелері Совет бірлігі латинизация жерияны башлады. О вақыт Баку шерінде бірінші түркшынаслық съезді кечірілген еді. Съезден 2 yıldan son bu ise 1928 senesi Ahmedjit'te yana elifbe boyunca konferensiya ötkerildi. O vakit Kırım-tatar elifbesi Latin grafikasına keçirildiği vaxta karar alındı. Onu bizning halkımız 10 yıl devamında kullandı. Sonra Sovet hükümeti yana kararga keldi. 1938 senesi Қырым-татар yazısı Кирилл әліпбесіне keçti. Tamam bu urufat bugünkü күнгеже kullanılan. Қырым-татар тілі Cumhuriyetimizde devlet tillerinin birisi oldu. Ana tilini mektep talebeleri ve ali okuf yurtlarının studentleri öğrenirler. Bala bakçalarında ise bilingval gruppalar açılan. Ama buna bakmadan tilimiz her daim inkişaf etmeli. У нас сейчас пока нормы орфографии и пунктуации нуждаются в доработке. Когда писать дефис, когда не писать, когда слитно, когда раздельно. И когда какие знаки препинания, это еще надо дорабатывать. İsmail Gasprinski adına kitaphanede Umumturk ve Kırım-tatar yazılı kadimi abideler, ilk ensiklopediya lügatı, Kodeks Kumanikuts ve Kırım-tatarlarının birinci derslikleri saklı. Bundan da gayrı mında Latin ve Kiril urufatının yazılgan derslikler de var. Muessesede Kırım-tatar tili ve medeniyetinin kununu endi 10 yıldan ziyade kaydeteler. Lakin bu yılı merasimler online şekilde geçirilir. Sirek kitaplarını ve Ali Bekirov'un sergisini kitaphanenin resmi saytında görmek mümkün. Naciye Исаева, Арсен Фукала, Миллет үшін. Eski Ali keç koyunda stadion kurulup bitiyata. Bu futbol meydanının endi tertipke ketirdiler. Suni gazon töşildi. Seyirciler için tribunlar yerleştirildi. Tek maksus oda yetişmeydi. Futbolcular ne zaman onaytlı oyunlar geçirge bilecek? Bu haqda bizim muhbirlerimiz malumata. Eski Ali keç koyunda stadion tolu şekilde hazır olması için tek memuri bina yetişmeydi. Onun huru bitirmek için hatta yerli sakinler yardım ettiler. Vasiliy Semyonovich koyda endi 44 yıldan beri yaşay. Sibirde doğan adamның lыжа koşuları boyunca ikinci razredi var. Öz vakitinde futbol ve voleybol oynaydı. Yaş sporçularının da böyle imkanları olmasını istey. Когда-то в той стороне стоял клуб, потом все в кучу сгребли. Сейчас вот благоустройство идет хорошо. Хоруculuk iki basamakta alıp barıla. Birincisi 2017 senesi geçirildi. Suni kapılması olgan stadion donatıldı. Seyirciler tribunaları, azbar trenajörler ve horalar yerleştirildi. O vakit horuculuk işlerine 9.800.000 ruble ayrılganıdı. İkinci basamak ise ağımdaki senenin iyun ayında başlandı. Onun çerçevesinde memuri bina teklenili. Bu yerde tebi bölük idmancılarının odaları, soyunup giyinuf yerleri ve duşhaneler olacak. Bu maksatlarga da 9.100.000 ruble ayrıldı. Сделали крышу, сделали стены, выложили. Сейчас делаем стеночки, простеночки внутренние с газобетона, перегородки.
штукатурим фасад. Ишлерны декабрьнын 10-на юкенленмеге ниетленелер. Бригада буюгдегіл тек 4 адам, ама яхшы чалышалар. Оларнын тырышувларынен шымды бина 70%-га азыр. Для поселения, конечно, это с самого начала, это наша грандиозная такая стройка. И, это привлечение не только нашего поселения, молодежи, но и привлечение близлежащих сел. Это Сарыбаши, Сусанина, Кормовой. Коми муриеті стадионда бала генчлер мектебі çalışmasını тешкіл етмеге планлаштыра. Бойлеліктен койде яшаған бала веусумлерінің арасында спортнен оғрашқанларыны сайысы артырылажақ. Султане Бакал, Марина Соловьева, Арсен Фукала, Миллет Ичун, Джурчи районы. Судах округының Айсерес көйінде парк яры-ярыға азыр абадалаштырылығы ишлері кой территорияларының комплексін кешафы адлы программа бойынша алып барыла. Ишлерінің бұрынжы қысмы енді бежірілді. Бұна 2 миллион рубле масраф етілді. Қалған тәфсилатлар Сабина Денееваның левқасында. Қалдырымлар еріне басылған елчық 1959 сене құрылған язлық кинотеатрының бақылмаған бинасы. Айсерес көйіндегі парк бойлы алда. Галина Горбарукова мында 34 елдан берлі яшай көйінің мерkezінде ратлық ерінде бір ішлер япылмағаныны қатырлап олмай. Ама яқында мындaki вазиет денішіп башлады. Енді территорияның ярысыны тәртіпке кетірділер. Сейчас молодежь очень довольная. Здесь у нас вечером как набережная местная, сельская. И на роликах катаются дети, на велосипедах и на скейтах. И даже больше вышло пожилое население, которое гуляет. Ишлер кечкен сене кой территорияларының комплексін кешафы адлы программа бойынша башланды. Лейха бойынша паркның 80-90 сенелерге айт услыбы сақланылажақ. Кичік мемория беделер ведегер объектлер, зиманеви мальземелер құланылывынен тікленежек. Вот у нас еще есть фонтан, который у нас рабочий. Мы его включаем на 9 мая, на 1 июня. Халдырымлар, аллеялар ве елчихлар энді плитканен тошылды. Ратлық бақчасында ишлеріне 2 басамаққа бөлділер. Біріншісі энді екінленді. Оның фияты 2 миллионға яқын. Огде сонки басамақ. Ворон, Шелен, Айсерес ве Қапсқор көйлері біріншілер сырасында программаға керсетілді. Ишлерінің 50% бежерілді. Трудностей особо нет. То есть самое сложное, наверное, было попасть в эту программу, поскольку раньше мы в ней не участвовали. Но с прошлого года Минсельхоз поменял порядок обращений. Сельские территории прямо с каждым наименованием населенного пункта нас включили туда. А дальше наша инициатива, поддержанная жителями, общая работа. Шымда Айсересде 500-ден зияде адам яшай. Егер қыштамында яшай іштініп қалған кібі көрінсе, язда бұл ерлер туристлернен тола. Әмді битахар бабасына шерде яшаған торымлары келе. Парк зонасы койның сәкінлері ве мұсаферлері үшін севімлері атлық ері олур. София Шукурова, Сабина Денеева, Асан Ибрагимов, Миллет үшін Судах. Таврида Меркези музейінде Крымская весна онлайн-лейхасы черчевесінде серга açıldı. Экспонатлар арасында Беркут Максус бөлігінің аскерлегі кейген урбалар ве арби едіклер бар. Бұндан ғайры мектеп тәлебелеріне Крымская весна хроника эмоция атлы фильмні нумайыш еттілер. Лейханын амелге кечіріліне яшлар ішлері бойынша федераль агентлік 600 000 рублей айырылды. Крымская весна онлайн адлы лейханын ярдымнен бинлерже қырымлы талебе ве 2014 сенянын бары ақтап белі олмаған малюматны угрене білежеклер. Появятся фотоматериалы, видеоматериалы этой выставки, и вместе с фильмом это все будет залито на отдельный специальный сайт, который можно будет посмотреть из любой точки мира. И этот фильм можно будет увидеть, получше узнать о том, что происходило в Крыму в 2014 году. Он продолжается всего 23 минуты и охватывает все события, начиная с событий на Майдане в Киеве и заканчивая уже теми событиями, которые были в Крыму после 2014 года. Бүтін Русияден 500 лейха 300 000 рублелі грантларны әлде еттілер. Оларының арасында Қырым сакені Рифат Абдуджемил филология елімлер намзеті. Умумен конкурста іштирак етмек үшін 6000-ден зияде адам істек білдірді. Мевзона Сабина Денеева девам ете. Филология илимлер намзеті Рифат Абдужемил бели мәжмуаларда басылған ось мақалелерінің вешакси китабыны көстере. О экспансия адлы Бүтін Русия конкурсының ғалибы. Қырым ханлығының Несір сарай есерлерінде икее этюф угреневінің тарихы мевзусына бағышланған илми мақалесіні тақдим етті. Содержание этой статьи это наработка, обзор всех тех публикаций, которые посвящены именно повествовательной традиции крымских татар ханского периода.
с различных времен. То есть это 20 век, 19 век, новое время. Это исследования не только в крымских или отечественных ученых, а также исследований зарубежных. Конкурсын мақсады Русияда чыған илми мejmuаларның итабырыны артырмақ ve bütün dünyada оларның рейтингini yükseltmektir. Оны Русияны тетқиқатлар фонды кечире. Ilmi yarışlar yekünlengen son galipler 300.000 rubleylik grantlarını elde eteler. Bu paralar makale hazırlığına ve mecmualarda derç etülüvine masraf etili. Umumin 500 leyha galip çıktı. Hocam hayırlayım sizin tanıyorum. Biz haber aldık internetten de arkadaşlarımız da söyledi. Конкурсын ғалибы мақале язмақ үшін өз ilmi саяхатларыны енді топқан олып қалған Крым Модислік педагогика университетінден башлады. Еді елдан берлі Рифат Бейнің мында келмеген күні олмай, демек мүмкін. Университетінің китапханесі Рифат Бей үшін екінші евдір. Бұл ерде очалыша ве мүкемлеші. Конкурсқа да тамам бұл ерде азырлады. Бұл рафлардaki китаплар оның лейхасының темеліні яратты. Ғалептің ерешмелеріне оның зенадашлары ве достлары да қувана алар. Очень такой, мне кажется, важный момент, то что это, наверное, будущее лицо крымско-татарской науки. Енді Рифат Абдужимиевгетек арзусыны амелге кечірмек қала. Елде етілген параларға о яқын вақытта өз мақалесіні дүнияның ilmi популяр мejmuаларынан бірінде дерч етежек. Сабина Дениева, Азиз Немитулаев, Миллет үшін. Шымдaki dakikaga bu haberlerinin epseydi. Gelecek yayınımızına kaçırmayınız.